Әріптестер, жаңағы растяжка бойынша енді мына Canva сервисінде жасап көрейін деп жатырмын. Енді бұрын мен Canva'да жасап көрмеппін растяжканы. Енді бұның форматы жаңағы альбом сияқты болу керек қой. Мынаны ашайын. Қазір осы вариантты мен өзгерте салам енді. Так, бұған не істесем болады екен? Пустой болсын. Мыналардың бәрін алып тастайық, қажет емес. Ой, мыналар. Бұлай бола ма екен? Так, енді осындай таза бетке мен қазір жүктеп алып келейін. Так, бұл бізде загрузить файлды басамыз. Бұл бізде рабочий столда не бар? Рабочий стол біздің. Так, фото деген бір жинағым. Міне, енді осы жердегіні алып жасап көрейік. Жаңа мен мына вариант жасадым ғой. Енді бір басқа вариантын көрейін. Так, қайсысын аламын? Мынаны алып көрейінші. Мынаны басасыздар. Сосын мына жерде открыть деген тұр ғой, соны басасыздар ғой. Ол қазір мына жерге жүктеледі. Енді осыдан мына жаққа алып келеміз қазір. Рабочий столға жұмысшы. Так, мына жүктелді. Енді бассақ, мына жерге келеді. Енді мына бізге қажет емес, сондықтан өшіріп тастасақ болады. Так, енді мынаны алып келіп размен туралап алайық. Дәл жоғары қойық, өйткені қиястар ғой. Алдын ала интернеттен бәрін жүктеп алдым дайындап. Мынау енді сізге жіңішке болса мүмкін үлкейтерсіз былай. Жіңішке еткеннен кейін так, отметить етекші, формасы өзгеріп кетті что-то. Так, осылай. Сәл былай қояйын. Кесуге дайын тұр. Так, осы үлкені екінші рет дублировать етеміз. Қазір бұл астына түсіп кететін шығар. Міне, дұрыс екен. Міне. Екіншісін әкеліп қойдым. Енді бұл сізге жіңішке болса, мынаны осылай созып үлкейтіп аласыз ғой. Енді мына жерге біз жаңағы әріптерді жазуымызға болады. Canva сервисінде мен алдында айттым ғой, шрифттарды енгізген болатым қазақша. Қазақ шрифттарында. Осы жерге көрейікші, текст. Міне тұр. Енді осы жерге мен қазір несін дайындап берем, формасы. Кейін өздеріңіз мысалы отан қорғаушылар күнімен деген сияқты оны өздеріңіз жазасыздар ғой. Қазір кішкене шрифт үлкейтіп алайын. Так. Бізге 7 дегенді алайын да, бұны мен кішкене үлкейтейінші. 100-ге апарайын. Кішкентай сияқты. 200-ге апарайын. Давайте 250 бір көрейінші. Жарайды, осы формат тұра берсін. Осы шрифтта. Үлкейтетін болсаңыз осылай жасайсыз ғой. Қойдым. Енді мына шрифтті өзгертек, кішкене басқаша қылып. Осы жақында ғана бір мен шрифттардың барлығын қабылдамайды екен. Өйткені бұл үшін мынау нені алуым керек, про версиясын алуым керек Canva'ның. Мен үнемі про версиясына жұмыс жасайтын ғой. Сол үшін мына шрифттар мен жүктегеннің барлығы про версиясында ғана жүреді екен. Жарайды. Енді басқа бір шрифт қабылдайтын шрифттармен жасап көрейік. Мінекей, мына шрифтті алдым. Мынау енді қара менен мына жасылмен үйлеспейтін сияқты меніңше. Ол үшін мына жерде тұр ғой, түрлі түсті басып, түсін өзгертейік жазудың. Мынаны өзгертіп көрейін. Ашық жасылға. Мынандай болып шықты. Енді қалғанын алып, бұл 250 деп тұр екен. Онда аяққа өзгертіп көрейін. Мына жерге алып келдім. Бұны мінекей шрифт өзгеріп жатыр автоматически. Так. Міне осылай ыңғайлап қоясыздар ғой. Енді мына парақ дайын болғаннан кейін бұны екінші страницаға қалай тура осы қалпында көшіреміз. Ол үшін бір рет басып, мына жерде тұр ғой, заблокировать емес, мына жерде копировать страницу деген бар. Басасыз, астына түседі. Ал сіз тек қана мына жерде әріптерін ғана өзгерте саласыз. Дұрыс. Так, енді үшіншісі. Мына жерде мынау. Так, назад. Мына жерде. Аны өзгертейік.
Мінекей осылай шықты. Қазір чуть-чуть үлкейтейін. Мамыр. Осы үлгі ұнайтын болса, осы Canva сервисінде де жасауға болады екен. Бұдан да әдемі жасауға болады. Ол үшін мына Pro версиясын алуымыз керек. Canva-ның. Сонда жақсы. Мына жерде шрифттар бар, тағы басқа да мүмкіндіктер бар алатын. Соны жасауға болады осы жерден. Енді сіздің қағазға қалай шығарасыз, иә? Ол үшін сіз сақтау керексіз оны. Кішкене үлкейтіп қояйын. Нақты көрініш. Ол үшін поделицаға барасыз. Поделиться. Скачать. Бұл жерден сіз бұны PDF форматында сақтағаныңыз дұрыс болады. Өйткені сіз бұны қағазға шығарасыз ғой. PDF деген бар еді бізде. Міне для печати деп тұр. Осыны басыңыз. Мына страница бізде барлығы бұл 3 страницада тұр. Осының барлығын белгілейміз. Болды, скачатьты басамыз. Бұл қазір бізде жүктеледі. Қазір көрейік. Мінекей дайын тұр. Мынаны енді қазір группаға салайын. Топқа өздеріңіз шығарып, осы үлгіні де шығарып алсаңыздар болады. Мінекей, құрметті әріптестер, Canva сервисінде де осы PDF форматында жұмыс жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер.